Армысыздар, құрметті көрермендер. Сәлем достар, әдеттегідей деп айтатын кезге де келдік. Алдарыңызда әдеттегідей мен Әлімжан Асқаров және Жұлдыз ТВ телеарнасындағы не жаңалық бағдарламасы. Бүгін Қазақстанда мереке. 10 тамыз Абай күні болып бекітілді. Абайлап жүріңіздер, Абайды оқыңыздар. Бүгін көретіндеріңіз. Бейруттағы сұмдық жарылыс. Не болды, кім кінәлі? Арыс қаласын қалпына келтіру жұмысына бөлінген бюджет қаражаты ұрланды. Үкімет жаңа оқу жылында балаларға пайдалану үшін шамамен 500 мың компьютер береді. Қыркүйекте коронавирусқа қарсы қазақстандық вакцина адамдарға сынала бастайды. 4 тамыз кешкі уақытта Бейруттағы порт маңында жойқын жарылыс болып, оқиға орнына видеолар әлеуметтік желіде тарады. Тұрғындар алғашында ерекше өртті камераға түсіре бастады. Кейіннен күтпеген жерден жарылысқа куә болды. Соңғы мәліметтер бойынша жарылыс салдарынан 100-ден аса адам қаза тапқан. Шамамен 300 мың тұрғын баспанасыз қалған. Жарылыс шығыны кемінде 3 миллиард доллар болады деп жатыр. Оның кесірінен астық қоймасы қатты бөлінген. Қаладағы астықтың 85% жарылыс кезінде қираған элеваторларда сақталып тұрған. Енді халықты жаппай ашаршылық күтуі де мүмкін. Қала губернаторы Марван Аббут мәліметінше Бейруттағы ғимараттардың жартысы зардап шеккен. Ол апатты 1945 жылы Жапониялық Хиросима және Нагасаки қалаларында болған ядролық соққымен салыстырды. Дегенмен бұл жарылыс соғыстың кезінде емес, бейбіт күні орын алды. Оны ұйымдастырған аяусыз жау немесе адамгершіліктен жорды террористер емес. Ливанның премьер-министрі Хассан Диаб Бейрут портындағы жарылыстың себебін айтты. Жарылысқа 2014 жылдан бері 2750 тонна аммиак селитрасының дұрыс сақталмауы себеп болған. Аммиак селитрасы дегенді бау-бақшамен айналысатындар жақсы біледі. Ол азоттың айтқышы ретінде қолданылатын зат. Сондай-ақ одан жарылғыш бомба жасауға болады. Үкімет жарылысқа кінәлілер табылмағанға дейін порт басшылығын үйқамаққа алған. Ішкі істер министрлігі тергеуді 5 күн ішінде аяқтауға уәде берді. Енді мұншама аммиак селитрасы қоймада не қылып жатыр деген ой келеді бізге. Бейрут теңіз портының қаласы. 2014 жылы портқа Росус кемесі келіп тоқтайды. Кеме Хабаровскіде туған кипрлік Игорь Гришучкин есімді азаматқа тиесілі болған. Ол селитраны Грузияда Мозамбикке жеткізбек болып, жолшыбай техникалық ақауларға байланысты Бейрутқа тоқтаған. Бейруттағы қызметкерлер қандай да бір заңсыздықты анықтап, аммиактың бәрін тәркілеп алып, жақын жердегі қойманы толтырып тастайды. Ал ол қойма фейерверктер сақталатын басқа қойманың қасында болған. Тәркіленген аммиак селитрасы 6 жыл бойы қауіпті аймақта ешкімге керек болмай жата берген. Бірақ жарылыс болуына фейерверктердің қатысы жоқ. Одан да асқан ақымақтық себеп болды. Қысқаша айтсам, жағдай былай. Билік қоймада қауіпті заттар бар екенін білген. Сөйтіп арнайы тексерушілер комиссиясын жіберген. Тексерушілер қойманың есігі ашық тұрғанын көріп, масқара, сонда бұл жерге кез келген еріккен адам кіріп шығып жүре ме деп таңданған. Сөйтіп қойманың есігін дәнекерлеп жауып тастауды бұйырған, сваркілеп. Дәнекердің шоғы селитраға түсіп, сұмдық жарылысы орын алған дейді. Ливанның бақылау және инспекциялық тергеу органдары қала басшыларына жойқын жарылыс болуы мүмкін екенін бірнеше рет ескерткен. Ливан кеден қызметінің бас директоры Бадри Дахер соңғы жылдары сот органдарына 6 құжат жібергенін айтқан. Ол Бейруттағы портта химиялық материалдар сақталғанын жеткізген. Басшы бұл материалдар қалаға қауіп төндіріп тұрғанын атап өткен. Бейруттағы жойқын жарылыс кезінде Қазақстанның консулы зардап шекті. Аллаға шүкір, қайғылы апат уағында дипломатиялық миссияның қызметкерлері жұмыс күні аяқталғаннан кейін кеңселерінен кетіп қалған. Жұмыста қалған консул жарылыс толқыны салдарынан жеңіл жарақат алған. Артынша Ливанда Біріккен ұлттар ұйымы миссиясы бойынша қызмет етіп жатқан бітімгерлер, оның ішінде 120 қазақстандық жауынгер зардап шекпегені белгілі болды. Бұл туралы Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметіндегілер мәлімдеді. Қазіргі уақытта Қазақстанның 113 азаматы Ливанда консулдық есепте тұр. Сонымен қатар, сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді Ливандағы дипломаттар мен қазақстандықтардың жағдайы туралы және мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы жөнінде айтты. Тоқаев сыртқы істер министрлігіне Ливандағы қазақстандық азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді тапсырды. Арыстағы жағдай есімізге түсіп кетті. Аллаға шүкір, біздегі апаттың салдары мұндай ауыр болған жоқ. Бірақ сонда да еліміздегі жарылғыш заттары бар басқа қоймалар өз кезегін күтіп отырған жоқ шығар деп үміттенемін. Біздің шенеуніктер Бейруттағы жағдайда сабақ алып, тексеріс жұмыстарын дұрыс жүргізеді деп сенеміз. Айтпақшы,
Батыс қазақстандық шенеуніктер жарылыстан кейінгі Арыс қаласын қалпына келтіру жұмысына бөлінген бюджет қаражатын ұрлау күдігіне ілінді. Бұл туралы Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі бірінші департаментінің аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі Данияр Бекайдаров айтты. Батыс Қазақстан облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі аса ірі мөлшерде жымқыру фактісі бойынша БКО энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының лауазымды тұлғаларына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады. Олар 2019 жылы болған Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайдың салдарын қалпына келтіру бойынша 46 тұрғын үйдің ағымдағы жөндеуіне бөлінген 50 миллион теңгеден астам сомадағы аса ірі мөлшердегі бюджет қаражатын ұйыммен сөз байласып жымқырған. Бұдан басқа толығырақ ақпарат әлі жоқ. Сот процесі жабық режимде құпия түрде өтіп жатыр. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовті қабылдады. Аймағамбетов Тоқаевқа білім және ғылым министрлігінің жаңа оқу жылына дайындығы және бұған дейін берілген тапсырмалардың орындалу барысы жайында есеп берді. Мемлекет басшысы білім және ғылым министріне ұстаздардың негізгі қызметіне бөлек жұмысқа жұмылдырмауды және 2021 жылғы қаңтар айына жоспарланған мұғалімдердің жалақысын 25%-ға арттыруды қамтамасыз етуді тапсырды. Болашақ мамандықты таңдай алмай жүрген жастарға, әсіресе қыздарға мұғалім болу жолын ойластырған жөн сияқты. Елде қандай жағдай болмасын, үкімет бірінші ұстаздардың қамын жасайтыны белгілі болды. Оған қоса, Қазақстанда педагогикалық бағытта оқитын студенттерге төленетін стипендия көлемі артады. Болашақ мұғалімдер басқалар секілді 26.186 теңге емес, 42.500, жай ғана 42.000 теңге алады. Біздің кезде стипендия 15.000 еді. Бірақ донерде 350 теңге тұратын. Ал енді қазір студенттер 42.000 теңге алады. ЕЦП-да төлеудің керегі жоқ. Сонымен қатар, қазір мұғалімдерге арналған арнайы ұялы байланыс операторларының тарифтері іске қосылады. Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі қашықтан білім беруді қолдау мақсатында ұялы байланыс операторларымен бірлесіп, мектеп оқушылары мен студенттерге және мұғалімдерге арналған арнайы тариф жоспарын шығару мәселесін пысықтады. Білім тарифтік жоспарының абоненттік төлемі айына 990 теңге болады. Бұл тарифтік жоспарды 20 тамыздан кейін қолдануға рұқсат. Сондай-ақ үкімет аса мұқтаж отбасылардың балаларына пайдалану үшін шамамен 500 мың компьютерді беруді қамтамасыз етеді. Бұл туралы премьер-министр Асқар Мамин айтты. Сондай-ақ Мамин күзде Қазақстанда коронавирустың тағы толқыны болуы мүмкін дейді. Бізде бәрі балгер сияқты, қайдан біледі деп отқан шығарсыздар. Оның сөзінше қазіргі таңда әлемдік статистика 126 мемлекетте ауру жұқтырғандар санының жаңа өсімін көрсетіп отыр екен. Бірақ ветеринария ғылымдарының докторы Леспек Күтімбетов қыркүйекте қазақстандық вакцина адамдарға сынала бастайтынын айтты. Сынала бастайды деген бір түрлі естіледі екен. Ветеринария докторы деген одан да бір түрлі. Маман вакцинаны өзіне де салдырғанын, ешқандай кері әсер болмағанын айтады. Кері әсер жоқ екені жақсы ғой, бірақ пайдасы бар ма? Жақсы. Вакцина табылып, аурудан құтылып, бәріміз рахаттанып демалсақ, я? Кинодан шығып, кафеге кіріп, қорқор тартып дегендей мысалы. Бірақ ол күнге жетпейміз. Жоқ, аурудан құтылатын емес, қорқорлататын күнге. Қорқор деген кальян. Енді кафелерде, қоғамдық орындар мен көшелерде кальяндарды пайдалануға тыйым салынады. Егер де дейді кімде-кім кальян шеккісі келсе, оны тек үйде ғана қолдана алады, деді алкоголь және темекі өнімдері сату қауымдастығының атқарушы директоры Темірлан Жақыпбеков. Сонымен қатар, мейрамхана мен дүкен сөрелерінде темекі мен кальян қоспаларын көрсететін жерге қоюға тыйым салынады. Тәртіпті бұзған азаматтарға салынатын айыппұл көлемі 42 мың теңге. Бір стипендия ғой былайша айтқанда. Тағы да 42.500 деп айтайын деп қалдым. Бұл ереже келесі жылдан бастап күшіне енеді. Қорқордың қандай зиян екенін жақсы түсініп алуымыз керек. Зиянсыз нәрсені қазақтар бекерден бекер қорқор деп атамас еді. Мұндай ереже сізге ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Қазақстанда қорқорға тыйым салынып жүргенде Америка құрама штаттарында TikTok-қа бұғат қойылып жатыр. TikTok Қытайдың компаниясы. Оның дүние жүзінде лезде танымал болып кеткенін жасыра алмаймыз. Ешқашан TikTok-қа кірмесеңіз, лайк басыңыз. Дональд Трамп қол қойған жарлықта TikTok-тан Қытай коммунистік партиясының мүддесі үшін жалған ақпарат тарату кампанияларын жүргізетін құрал ретінде қолданылуы мүмкін екені жазылған. Мұндай себептермен TikTok алдында Үндістанда да жабылған еді. Қосымша ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіретін құрал ретінде сипатталған. Соған қарағанда бір елдің қауіпсіздігіне қауіпті тек америкалық компаниялар ғана төндіре алатын секілді.
Осы оқиғаға байланысты TikTok-тың аналогы ретінде Instagram Reels қосымшасын жақында ғана іске қосады. Қосты десек те болады, бірақ Қазақстанда әлі қолжетімді емес. Тура TikTok сияқты қосымша. Енді америкалық тиктокерлер рилсерлер болып кетеді. Қазақстанда қолжетімді болғанда бірден тіркеліп алыңыздар. Әйтпесе жүресіздер, сосын кезінде бізге де вайн түсіру керек еді деп. Осымен не жаңалық бағдарламасының кезекті саны аяқталды. Арнаға тіркеліп, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше сіздермен бірге болған мен Әлімжан Асқаров. Жұлдыз ТV телеарнасы қосулы болсын.